Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай жасалатын, әрі өте дәмді болып шығатын кекстің жасалу жолымен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бісміллах деп ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз және қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Мінекей массамыз дәл осылай аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Енді осы массамыздың үстінен қаймақ және сармайымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді соданың үстіне 9% уксусты қосып жақсылап араластырып массамызға қосамыз. Сонда соданың дәмі кексімізден шығып тұрмайды, дәл осылай жасайтын болсаңыздар. Енді үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып, жақсылап миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бірінші бөлігін жақсылап араластырып болған соң, ұнымыздың қалған екінші бөлігін салып, дәл солай қайтадан біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей массамыз дәл осындай қоюлықта болу керек. Енді өз қалауларыңыз бойынша мен сияқты мүйіз қосатын болсаңыздар, бір ас қасық ұнның үстіне мүйізімізді жақсылап тазартылған мүйізімізді салып, жақсылап араластырып, жаңағы массамызға ұнымен бірге саламыз да, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің массамыз дайын болды. Кез келген формаға салып пісіре берсеңіздер болады. Мен видеода көрсетілгендей кішкене кекстерге арналған силиконды ыдыстарды пайдаландым. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Негізгі пісу уақыты әркімнің пешіне байланысты, сондықтан да қарап отырып пісіріп алсаңыздар болады. Құрамына қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл осы құрам бойынша менде 26 дана кекс шықты. Мінекей 25 минутта біздің кекстарымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып пісіп шықты. Жұмсақ өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе аяқ асты қонақ келгенде немесе аяқ асты шай ішкіңіз келіп қалса, дәл осы кексті тездетіп жасап жіберсеңіздер болады. Сіздермен болған Фариза. Егер де видео рецепті ұнаған болса, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.